Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлдарды қалай отшивать ету. Жазып алыңдар, жазып алыңдар. Бірінші шашымызды жайып, оны бір шетке қоямыз, майсамыз, үйтеміз, бүйтеміз, сосын резко чоп деп айтамыз, түсіндер ма? Енді бізге практика ретінде Айтұрған көрсетсін. Қарындас, сізбен танысуға бола ма? Жоқ. Айтұрған, сен базы істейма, вообще отыр бар екі қыздар, мына сабақты уже 3-ші жыл өтіп атырмыз, болмайды олай. Кім шықсы келеді? Айдан ашықсыншы. Қарындас, сізбен танысуға бола ма? Қарындас? Жоқ! Мә, қыздар көрдіңіздер ма, қандай молодец! 5 нағыз 5. Мынау алқыз ғой, а? Иә, алқыз. Сіз анау картошка сатады. Жоқ, алтын жоқ деймін. Сіз білмейсіз, қыздар көңілді тапқырлар лигасына баратын жолды білмейсіздер ма? Көңілді тапқырлар лигасын таба алмаған жолаушы үмітін үзіп, көңілі түсіп, не істерін білмей саябақта мұңайып отырады. Әлі таппадым, не істеймін? Алло, прикинь, әтеш білдімді. Өт бері. Аға, мен кету керек пі? Бойым итақ қордың, өтші бері. Аға, мен әтешім білдім ат. Өт бері дейм. Отстаньте! Мына бетімен жорасаңыз, пожалуйста. Фу, аға, істе қуасыз. Итақта бақытсызбын. Картошка аламыз, картошка. Үй, балам, сен не істеп жүрсің мұнда? Жол әлі тападың ба? Әлі таппадым. Мә, балам, тұр бұл. Кеттік, ана ағайдан сұрап көрек жолын, е? Иә. Аяғыңа не болды? Ой, мән бермеңізші. Ағай, сізден бір нәрсе сұрайыншы? Сізге зың-зың картошкалар керек па? Қайдағы картошка жүрші болды, а? Күл десең күл алмайды, бер десең бер алмайды бұл жалған. Біз болсақ күл аламыз, біз болсақ жең аламыз жалғыз. Қыздар, Әлде жандар аулы жол бар, ал қыздағы жан аулы қыздар. Бірінші орын жеді ашылар марама, жеткізеді әділ қазылар. Кіділ біздің жүрегімізде, қай жерде болмаса да. Бәрекелді рахмет. Келесі команда ортаға шығатын СДК командасы Андай Тим. Қошеметтеріңіз. Алдарыңызда біздің колледжіміздің тәрбиешісі мен ұлының әңгімесі. Короче, былай болады, бір күшті... Айым, өзіміз көрсетеміз, Запарил құлмаш болды. Не тупи? Мен тәрбиеші. Бүгін мен тамаққа барам, ес! Мантым мекен өзі, лағман бекен өзі, шорылдап тұр асқазаның көзі. Блин, нәски жоқ қой, соңғы нәскиді Ердәулет ағай алып кетті, қонаққа кетін. Блин! Мен оқушы. Соңғы кім? Мынау дұрыс амандасқан жоқ.
бір жер не то, қай косягымды біліп қойды екен. Все. Ағай, алдында рұқсат қағаз алған үшін ренжіп жатсыз ба? Алдыңыздағы миниатюра ол жаңағы оқушының тәрбиешінен изин сұрағаны. Алло, Оля ағай, ассалаумалейкум. Мынау магазинге шығайын деп едім осы, рұқсат алайын деп. Рұқсат. Рұқсат бермей қайда барасың? Мен естіп тұрмын ғой. Ағай, сол үшін ренжіп жатсыз ба? Менде бүйтті жоқ. Онда жоқ менде. Онда KFC-дің барлығын жеп жатқан үшін ренжігендіңіз ба? Түнде KFC жеген бала азанда сабақта отыра алмай отыр. Балар, бүгін есеп шығарамыз. Шығарамыз. Мынау есепті кім шығарады? Мен шығайыншы. Ағай, мен барлық сабағым 5 қой. Әлде общагада түнде ұйықтамаған үшін ренжіп жатсыз ба? Енді маған не дейсің? Бәрімізге белгілі, түнде общагада бір студент туалетке шығуда. Түнгі 3. Сен қызықсың вообще. Сен түнде аңдып жүріп дейсің ба? Қызықсың Ағай, әлде клубта болғаным үшін ренжіп жатсыз ба? Біздің клубтағы балдар, колледжіміздің балдары клубта болған жағдай. Базар әнеті. Қыздармен билемегендерің вообще жақсы болыпты. Мен болғанда билеген. Ағай, енді сіздің настроениеңіз түскен соң барлық косяктарымды айтып беріп жатыр едім ғой. Айбек, сен қашан көрдің мен саған ренжіген? Не деген мен сені тәрбиешімін ғой. Не ғой? Айбек, мен сені ұрысқан қашан көрдім? Мен жай ғана ұрамда, тебе салам. Бұл үй жұмысында айтқымыз келгені біздің КТЛ-де емес, біздің колледжімізде тәрбиешілеріміз қатты ашулы болса да, просто мейіріммен ұрып тебе салады. Мектеп, колледж, лицейлер, достық шыңға жеткізер, табасы өмірлік көсер. Тапқыр лигасы, қолдап оны қорбасы, астана көресің жеңсең. Ақсай мен есік болса, алғыз бен талдық болсын, ұмтыламыз бізде тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжымыз бізде тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, ұстаздарды ұмытпай, айтамыз алғыс оларға. Бәріміз бірге. Рахмет. Тағы да қаттырақ. Ойнап. Керемет. Келесі соңғы команданы шақырайық. Ортаға Панбастар, Алматы білім инновация лицейі. Тағы да кеш жарық достар.
көзімізге елестетейік, егер Қазақстанның барлық қалалары бір сыныпта оқыса, қалай болар еді? Көреміз. Жігіттер, сендер қалай бір орында отыра аласыңдар? Іштен тұстай ма? Кетіп, басқа сыныптарды аралап қайтайық. Сен қоя берші. Ана біздің Алматы апай бар ғой. Сол шынақты кім? Алматы ғой? Мен Алматы деп жүрмін. Тыныш. Не шу мынау? Сауымыз бастаймыз. Түгелде жүрейін. Шымкент бар ма? Бар әрине. Қай жерде болсын, қай елде, өмірдің мәні Шымкентте. Айналайын, қойшай. Саған сөз берсе осы, бәлеге қаламыз. Анау, қайсы басын түсір отқан? Тұрыш. Кімсің, Семей апай. Неменеге басын салып отырсың үйтіп? Ауырып тұрмын. Айналайын, Семей, ауырып жүргеніңе 60 жыл болды ғой. Ең болмаса дәрігерге барып емделмейсің ба? Әйтпесе ана Арал сияқты реанимацияға түсіп қаласың. Бар үйіңе қайт. Емделіп кел бар. Тағы жалғастырайын. Қызылорда бар ма? Бар. Қасың бос қой, Байқоңыр қайда? Апай ол орыс тобына ауысып кеткен. Ойбу! Жап-жақса оқып жүреді ғой, неменеге ауысып кетті ол? Апай соны ауысқанда дұрыс болды, үстінен түтін шыға ма бірдеңе ғой? Түтін емес ол, одеколон, тефтилі кабана деген. Тоқылдатып кірмейсің ба? Тоқылдағы емеспін апай. Неменеге кешігіп жүрсің? Мен кешіккен жоқпын, сіздер ғой сағат ерте бастап кеттің. Сен кіріп келбеңнен орнынан тұрып кетті ғой, кімсің соншама? Таразмын апай. Отырыңдар. Тараз, жасың 2000-ға келді ғой. Жүрісің болса мынау. Ал ана өзіңнен кішкентай 98 жылғы Астанаға қараш, директор болып отыр. Кімнің арқасында? Кімнің арқасында ол? Өзінің арқасында. Жарайды, ең болмаса ана өзіңмен қатарлы орынборды қараш, магистратураны оқып жатыр. Басқа елге сұлтан болғанша, өзің еліңе ұлтан бол. Отыршы, мақалмен артын жаппай. Анау қай сияқтына жық-жық етіп тұрған? Шу ғой апай? Жық-жық етпей шуламай отырыңдар. Кәмен сөйлес керейін, шуламай отырыңдар. Жігіттер, апайға кім звондатқан білесіңдер ма? Кім звондап жатыр? Күйеуі ғой. Күйеуінің аты кім оның? Талдықорған. Ой, сол Талдықорған таза күшік күйеу ғой, жерген қойшыдан. Қызылорда. Ау. Мен үшін бір өлең арнап жүресің ба? Сен даусың сағын кеттің. Бауырым Шымкент саған арнадым өлең, сенің әрбір айтылған сөзің мен үшін шекер. Білесің ғой сен қай жерде болсаң да қай елде, өмірдің мәні бәрі бір болады тек Шымкентте. Маған да арнап өлең айтып бере аласың ба? Жарайды. Шудың бойында сені фашист деген жоқпын бар ғой, досым, ренжімеші. Жігіттер, менде бір жынды бір идея болып тұр осы. Қандай? Біргеден жарыс ұйымдастырмадық па? Неден? КВНнен мысалы. Онда Шымкентте өтсін. Ай, бұл Тараз өтеді. Как раз үйдегілер қонаққа кеткен, зал бос. Жігіттер, сразу айтып қойын, бірінші екінші орын Таразда қалады. Айналайын Тараз, қай қалада өтетін кейін көре жатармыз. Түсінің бе? Балалар, үй жұмысын орындап келеміз. Ертең тексеретін боламын, түсіндіңдер ма? Сен сабақ бітті, боссыңдар. Мына біздің білім инновация лицейімізде Қазақстанның барлық қалаларынан балалар келіп білім алуда. Жалпы айтқанда, лицейімізде осындай сөздерді жиі естейміз. Мысалы, Әпше. Ойсай. Низат. Нән. Не понял. Мен қазақша түсінем?
Иә, қанша жана қалай сөйлесек те, бәріміз бір үйдің баласындай өмір сүрудеміз. Бір үйдің баласы демекші, өзіміздің лицейімізге арнап өлең шығардық. Қабыл алыңыздар. Бүгін келдік мына КВН сахнасына, Қазақстанның ең үлкен қалқасында. Бірінші орын алу үшін ғана келдік. Мұнда біз сайыстық әртүрлі командалармен болдық мықты немесе осал мекен. Әділ қазы онысын шеше жатар. КТЛ күнде тұрып жерім. КТЛ-ым 7-ші сыныпта мен бұл жерге келдім. Оқу орны білім мекені болған жерім. Қайда бергім келеді, қандай екенін. КТЛ. Құрметті көрермендер, ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бәрекелді, әділ қазылар алқасы қазір өздерінің қорытынды бағаларын шығарсын. Үй тапсырмасы сайысы бойынша берілетін ең жоғарғы ұпай 10 балл, ал төменгі ұпай 5 балл көрсеткішімен бағалайтын болатсыздар. Олай болатын болса, бірінші болып сахнаға шыққан СДЛ командасына. Әділ қазылар алқасы қорытынды шешім шығарғанша, мына квенчиктердің ішінен жақсы өнер бар балалар болатын болса, шығып бір ауыз өлең айтып берсеңдер болады. Күл десең күл алмайды, бер десең бер алмайды, бұл жалған. Біз болсақ күл аламыз, біз болсақ жең аламыз, жалғыз қыздар. КТЛ-де сандар аулы жол бар, болсаздағы алданаулы қыздар. Бірінші орын менің асыл арманыма жеткізеді әділ қазылар. КТЛ-де, 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 КТЛ-де. Все вместе поем. Я миную мир иной, иду по мостовой. Каждая минута красила мир под ногой. Час пики, любимый город, хоть а счастье летит. Где твоя удача, брат? Нас с тобой по пути. Твой навигатор настроен на туда, где тепло. Ты мой друг, если что-то стоишь, а не просто тепло. Твой шанс где-то рядом, используй его. Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого. Вся красивая, перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, Фиолетовая вата, магия цветов, в наших стаканах. I got love. I got love I feel. I got you in my mind. I got love my skill. La 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 la. I got love I feel. I got you in my mind. I got love my skill. La 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 la.
меня окутала. Ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах не долетало. Ты моя бэйби, ночь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса балла. Ночь перемен, все растамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то оттирал. Это дура, дуримара. Нам она придумала, летала в теплые края. Лето, море, песок, но мне тебя мало. Танцую, пол, руки, потолок. Куда бы мотал, Больше не вернусь. куда бы мотал и забрал всей грусть. Это наша жизнь, но мне тебя мало. Танцую, пол, руки, потолок, зала. Атаман, я будто атаман. Рахмет, Қалбек. Ною бавит бәт. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Жақсы, енді ренжіп қалмасын мына жерде. Есіктен келген жігіттер бір соңғы не көрсетеміз дейді, содан кейін арғай дейсіз. Кәне. Big Box. Ассалаумағалейкум, менің атым Құрман Жайылдос, Алтын Адам командасының құрамында ойнаймын, және де қазір мен көрсететін өнерім битбокс. Кеулер естуі мүмкін, кеулер естімеу мүмкін. Ол фонограммасыз. Және тамашалаймыз. Мына микрофон точно істемейді осыдан кейін. Ал енді үй тапсырмасы бойынша қаздар алқасы бағаларыңызды көрсете беріңіздер. Ең жоғарғы 10 балл, төменгісі 5 балл. СДЛ командасы Бен Груп. 6-6-6. Соңына қарай қаздар алқасы тіл табысқан сияқты көрініп тұр. Қошеметтеп қойыңыздар. Ондай болады. Талдықорған білім инновация лицейі. ЕЖЕ командасы. 7-7-7-6. Келесі. Алтын Адам Есік білім инновация лицейі. 9-9-9-8. Ерте мақтап қойған сияқтымыз жүрелерді, олай болатын болса келесі команда Алматы қыздар білім инновация лицейі. Ойбай. 9-10-10-10. Бүгін қыздар шыңғырып ала беретін болдайды. Ары қарай. Келесі команда Андай Тим. Сүлеймен Демирел колледжі. Сегіз, 10-10-10. Рахмет. Өкінішті көрермендер үшін бал қосылмайды әйтпесе. Ары қарай. Келесі команда Панбастар Алматы білім инновация лицейі. 10-10-10-10. Бәрекелді, рахмет. Ал енді қазір барлық командаларды ортаға шақырайық. Келіңіздер командалар. Ақсай! Жақсы, рахмет.
Жаңа айттық, айғайлаған үшін бал қосылмайды, сондықтан дауыстарың ертеңге қалсын сабаққа. Былай қарай тұрамыз, ұлдар. Кейінірек тұрайық, кейінірек. Кейінірек тұрайық, кейінірек. Қазір енді әділ қазылар алқасын ортаға шақырайық, келіңіздер. Ерекше болайын деп, әділ қазылар алқасы осы жерде сөйлеп бере беретін болатын, бұл жерде. Ондай тек қана біздегі набат, білім набат сейді, бастаңыз. Ойын туралы бір-екі ауыз сөз айтсақ, командалар өте жақсы дайындалған. Осындай іске барлық жауапкершілікпен келген өте жақсы, маған ұнады. Көп-көп рахмет. Алматыдағы осы БИЛ фондының қорының өкілі ретінде мақтанышпен айта аламын. Алматыда мектептеріміз бүгін өздерін жақсы жағынан көрсетті. Рахмет бәріңізге. Астанадан келген қонақтарды көреген. Құрметті оқушылар, барлықтарыңызға шынымен мың алғыс. Бүгін осындай көтеріңкі көңіл-күй, ерекше бір сезімдер сыйладыңыздар. Сіздер дайындаған жетекшілеріңізге алғыс білдіріп жатсыздар, мектеп әкімшілігіне. Осындай білім инновация лицейлер тек қана білім жағын емес, әртүрлі жан-жақты жағынан әртүрлі қабілеттермен көріне берсін дейміз. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Осындай көтеріңкі көңіл-күймен тек қана алған. Қайырлы кеш бүгінгі кешке қатысушылар және көрермендер. Бүгін маған ойыншылар да көрермендер де өте қатты ұнады. Қайтадан, не деп айттыңыз? Ойыншылар да, әрі көрермендер де өте жақсы болды, активны болды. Рахмет. Жүргізуші не болды? Және жүргізуші өзгеше жақсы болды. Әзіл. Баста біз осында келе жатқан кезінде мен бұндай жоғары деңгейде болады деп ойламадым. Өйткені ойладық бүгін аймақтық жаңағы жарыс болады, республикаға бір команда шығады. Енді ішінен ең жақсы біреу шығады, бірақ сонда да бұндай дәреже күткен жоқпын. Шынында да өте жақсы дайындық болған. Киімдерінен бастап дайындық жаңағы көрініп тұр. Бүкіл өздерінің ән жағы болсын, видеоға түсірген жағынан болсын, бүкіл балалардың еңбектері және жетекшілердің еңбектері көрініп тұр. Бұны дайындаған жетекшілерге де ерекше алғыс айтамыз. Рахмет. Жаңа біз осында әділ қазылармен біз ақылдасқан себебіміз әр аймақтан, 5 аймақта Қазақстанда осы КТЛ жарысы өтеді. КТЛ деп көңілді тапқырлар лигасы деп қойып отырмыз. Өйткені КТЛ деген біз үшін тарихи өте маңызды, әрқайсымыздың жүрегімізде қалатын жаңа сөз болғандықтан соны сақтап қалайық, бренд ретінде сақтап қалайық деп КТЛ-ді қойып отырмыз. Көңілді тапқырлар лигасы. Бұл жерде тек қана рахмет. Бұны тек қана жаңағы КТЛ-ді тарихта қалмасын деп, сол брендті сақтап қалайық деп, әрі тапқырлықпен, әрі өнермен осы лиганы алып жүреміз. Жасасын КТЛ. Біз бүгін жаңағы әділ қазылармен ақылдастық, сөйтіп сондай шешімге келдік. Негізі Астанада бірінші команда ғана келеді. Ал енді біз қазір жоғарғы лига және бірінші лига деп 2 лига құрып, бірінші лигаға осы Алматы аймағынан 2 команда алып кету.